ешқандай қосымша тренажерді қажет етпейтін өте бір керемет жаттығу ол отырып тұру. Ол үшін тіпті сізге орын да керек жоқ, далаға да шығып керек жоқ, тіпті кроссовка да керек жоқ ешқандай. Бірақ бұны дұрыс жасамаса пайдасынан зияны көп, әсіресе тізеге. Неге бұны жасау керек? Бұл жаттығу жасалған кезде адамның өте көп бұлшықеттері іске қосылады. Күш қайратыңыз тасиды. Мына әсіресе мына тізе буындарына өте пайдалы. Аяқты былай иықпен теңдестіріп қоямыз. Аяқтың екі сәл бір екі жаққа қарап тұрады аяқтың басы. Содан отырған кезде мына тізе бас бармаққа қарай бағытталу керек тізе. Соны бақылайсыз. Бірақ ең бастысы бүйтіп отыр, ең дұрыс жасамау деген мынау алға қарай кетеді. Ең қателік. Сол кезде мына тізеге үлкен салмақ түседі. Артқа қарай арқаңызды тік ұстайсыз да. Мына 90 градус болуға тиіс. Содан кейін соңына дейін отырып қажет жоқ, осылай міне жерге. Мына параллельно. Отырған кезде демді шығарамыз, аламыз, тұрған кезде аламыз.